Сәлем достар, менің YouTube каналым сіздерге ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Достар, бүгін мен сіздерге өте жұмсақ әрі әдемі болып көрінетін американский пончиктің рецебімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымыз бен жылы сүтімізді құйып аламыз. Артынша бір дана жұмыртқамызды салып, шекерімізді қосып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Біраз қасық тұзымыз бен дрожжымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді сұйық майымызды құйып, сары майымызды қосып, ерігенше жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Ұнымызды аз мөлшерден салып отыруымыз қажет. Егер де ұнымыздың барлығын салатын болсақ, біздің қамырымыз қатты немесе түйіршікленіп қалуы мүмкін. Міне біз қамырымызды илеп болдық. Енді қамырымызды жылы жерге 40 минутқа қоятын боламыз. Енді біз шоколадын дайындайтын боламыз. Аз мөлшерде сүтті құйып, су моншасында шоколадымызды ертіп алатын боламыз. Су моншасында шоколадты ерітудің пайдасы, шоколадтарымыздың түбі күймейді. Енді шоколадты суытып қоямыз. Міне біздің қамырымыз 40 минуттай тұрды. Енді осы қамырды алып, дөңгелек етіп жайып, астыңғы жағына ұнтақ сеуіп, оқтаумен жайып шығатын боламыз. Қамырды қатты жұқа етіп жаймаймыз. Міне біз қамырымызды жайып болдық. Енді пончиктерімізді жасап шығатын боламыз. Міне біздің пончиктер дайын болды. Енді қызып тұрған майға барлығын пісіріп алатын боламыз. Міне біз қызып тұрған майға пончиктерімізді салып пісіріп жатырмыз. Пончиктерді қатты қызартып алмаймыз, ақшылдау етіп пісіретін боламыз. Міне біздің пончиктеріміз дайын болды. Енді осы пончиктерді суытып қоятын боламыз. Енді пончиктерімізді әсемдейтін боламыз. Мен бірінші бөлігін әсемдеп болдым. Енді екінші бөлігін әсемдеймін. Міне біз енді пончигімізді шоколадқа батырып шығатын боламыз. Міне енді біз пончиктерімізді әсемдеп шығатын боламыз. Мендегі әсемдейтін заттар әртүрлі. Егер сіздерде бұл заттар болмаса, үй жағдайындағы заттармен әсемдеп шықсаңыздар болады. Міне пончиктеріміз дайын болды. Енді 10 немесе 15 минутқа тоңазытқышқа қоятын боламыз. Міне достар, пончиктеріміз дайын болды. Сізге видео ұнап жатса, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Лейла.